Еді әметте тәшкіл болып әмес қайдады. Күлкі қалай бұл? Сәлем. Қол жүріп тұр. Бизнес ұрып тұр. Мұна біздің бизнеске бұл пандемия, карантин деген қыстырмайды ол. Енді. Жиналыс болып отыр, Біреу, кеп тұрау. Хабарласам досы давай. Ашығы, кірсей. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Жағдайыңыз жақсы ма? Келіңіз, отырыңыз. Қалай, қарбаларыңыз қалай? Шүкір. Жақсы ма? Қалай өздеріңіз? Шүкір жайды. Ай, бәрекелді. Ал енді мынау келген себебімді айтайын. Біз мынау зекет жинап жүрміз. Садақаны айтасыз ба? Оны кеше оразан кезінде өзім арнайы мешітке 570 барып, адам басына 420 теңгеден екен ғой. 2100 теңгені жәшке салып кеткенмін. Оны беріп қойғанбыз болды, Ол бітір садақасы. Бұл зекет садақасы. Зекет деген бұл 5 парыздың 4-шісі. Бұны міндетті түрде беруіңіз керексіз. Жоқ, енді дұрыс қой, өзің айтып тұрсың, жағдайың болса, жағдайың болмаса деген жағдай қиын. Мынау енді карантин кесірінен қазір кризис, ана жұмысшыларымызға айлық бере алмай отқан кезде сізде қазір ол бір тиын ақша жоқ. Енді беріңіз бала шағаңыздың амандығы үшін, мал жаныңыздың амандығы үшін, ырыс несібеңіздің еселенуі үшін беріңіз. Молдеке, жоқ деген екен бірден түсінсеңіздер болады, қаяқтан беремін мен? Өзім жұмысшыларыма айлық тауып бере алмай отқан кезде. Енді беріңіз, бұл енді жетім жесірлердің ақысы ғой, беріп қойыңыз. Не саған зекет? Бәрекелді. Рахмет. Бұл енді маған бергеніңіз. Енді жетім жесірлерге не бересіз? Ештеңе бере алмайын. Бересің. Иттей боп бересің. Менен басқа біреулер келеді. Сол кезде мамалап тұрып бересің. Одан да қазір бер. Жоқ, кім келмекші? Кім келсе, ол келсін, бермеймін дедім ба, бермеймін. Ертең авария болғасаң, гаи келеді, гаиге бересің. Пажар болса үйіңде, пажарныға бересің. Үйіңе ұрлық түссе, милицияға бересің. Ауырып коронавирус болсаң, дәрігерге бересің. Одан да қазір бересің. Алда кетіңіз. Лақтырмай бер. Мен үшін беріп атқан жоқсың. Әкел бар ақшаны. Бәрекелді. Қолыңыз жайыңыз. Қабыл болсын, Алла қабыл етсін. Қолыңыз жайыңыз. Батамды беріп кетейін. Амин. Алла, осы бизнесмен ағамыздың өзіңнің жолыңа бергенін еселеп қайтар. Алла, осындай жомарт байлардың елімізде көп болуын нәсіп ете көр. Амин. Рахмет, қабыл болсын. Ендігі жыл тағы келем, дайындап қойыңыз. Саламатсыңдар ма, шәкірттерім? Ағай, сіз боқтадыңыз ба? Жоқ, аузымнан шығып кетті. Сіз біздің ұстазымыз емессіз ба? Біз сізден тәлім тәрбие алып жүріп қой. Ұялмайсыз ба? Иә. Сонда ағайларға боқтай беруге бола ма не? Қазір каникул ғой. Каникулда боқтай беруге болады. Сіз директорға айтамыз? Айтамыз сіз директорға. Директорың өзін жетістірбасын. Әйелі басымен ол да боқтайды. Осы талай жиналыстар шығып бартады ғой, әке шешемізден. Похума сонда? Бергеле. Не? Ұятсыз, не істеп жүрсің сен? Ұялмайсың ба? Не? Яқ келіңдер.
Не істеппін мен? Қытайға тиіп алып біздің намысымызды таптап жатсың сен. Не қазақ жоқ па не саған? Қазақтың қыз деген атқа лайық болмайсың ба? Ұятсыз. Не болыпты десе? Біздің намысымызға тиеді ол. Намысымызды таптама өйтіп. Апшағына көз сықсиған бәлеңді. Ұрып өлтірем. Қазақтан табылмады ма не байсаған? Апшық байыңды. Өз қолымен бауыздырайым кен. Намысын оят жібер менің. Апшағына байыңды. Не істейін деп ең алып шыққанда? Бауыздаймын пышақпен. Екі баламмен қайсысын аласыңдар мен? Қазір мен ананы өзім-ақ бауыздап тастаймын, сендер алатын болсыңдар мен. Сен алсай? Жоқ, мен квартира тұрам ғой, бала шағыммен. Сен алсай, сен үйленбейсің ғой. Ой, мама қылам ба, не алам мен? Үш баласы болып қалам ғой. Сіз алсаңыз? Менің қатын мінезін білесіңдер ғой. Болмайды маған. О, бишаралар, намысшылын қарасай. Сендердің намыстарың ана атқа мініп алып, жалауларыңды алып, ара бері шауып жүре берсеңдер, сендердің намыстарың сол ғой. Ойлап кетті мұнда біздің. Күйеуің ұйықтап жатыр ма? Не істейін деп ең? Пайғамбар күйеуді сыйлаған дейді ғой. Ұйықтай берсін, демала берсін. Анау негрге тиген қыз бар еді ғой. Кет соған барайық. Соған барайық. Жата берсін, Ренжіме. Сендер намысшыл болсаңдар, қазақтың қыздары мына біз әркімнің қойнында жатпас едік, құрып кеттіңдер бар көзіме көрінбей. Неменеге келді екен? Сен ғой, жүр барайық. Ой, мынау ғой үйден алып шыққан. Қайдан білейін ол? Сөзіңе жауап беремесең немене алып шыққан? Позор болды, позор. Инстаграмға шығып кетпесек болады, позор. Өз ақша таппай үйде отыра бересің ба? Жұрттың байлары жұмыс істеп ақша тауып отыр. Жоқ қой жұмыс. Ана Сындар көкемнің баласы Мейрамбек ақша регионға жұмысқа кіріпті. 150 теңге төлейді. Олар клиентке тиімді, бізге тиімсіз. Не керек ба? Соларда бір бостан босқа 150 теңге қылып қойған жоқ шығар. Үлкен дардай компания болып тұрып, барлығына жұмыс тауып беріп отыр. Қаншама шоферлар бар жұмыс істеп отыр жерге. Кет соға барамыз сөйлеуге болды. Керегі жоқ қой. Барамыз деймін. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Жұмысқа қабылдап жатсыздар ма? Күйеуіме айтсам бар ғой, не выгодно деп бармай жүрсіз сіздерге? Әрине выгодно. Мырза, телефоныңызды ашасыз, Play Marketке кіресіз, Region Drive приложениесін тартып алып, ішінде промоция, активизация, цивилизация, канализация. Тоқташы! Жалпақ тілмен түсіндіріп айтшы әдемілік. Короче, братан, былай ма? Бізге таксиге жұмысқа кіресіз ба? Регион таксиге. Кіргеннен кейін таксовать етесіз. Кез келген клиент алғаннан кейін, мысалы баратын жері 250 теңге болса, 150 теңгені компания төлейді сізге, қалтасынан. 300 теңгеге бардыңызға, 100 теңгесін компания төлейді қалтасынан. 350-ге бардыңызға, 50 теңгесін компания төлейді қалтасынан. 400 теңгеге толықтап беріп отырады ақшаңызды. Мынау керемет қой. Не деген арзан, басқаларда қымбат қой. Өйткені регион такси отандық компания. Қалай, ұнады ма? Әрине. Олай болса, регион компаниясына қош келдіңіздер. Леха, қандай керемет, рахмет. Бексұлтан, да шеф, ағамызға логотипіміз бар бір табличканы берші. Болды. Келдік па? Шай ішейікші көріп. Апай, 500 теңге? Немене? 500 теңге? Сен еміне өз әйеліңнен ақша мақшың ба? Сосын апайың не сенің? Қарындас дегенге тілің келмей қалды ма? Қарындас деге тілің келіп тұр ғой. Просто сенің түрің келмей тұр да. Ойнамайды. Ал ақсақал, үйленейін деп жатырмын, жақында бір бата беріңізші, жақсысына. Ал, қолың жай. Амин. Екі талдың ортасы, биік таудың жотасы, әуен саздың нотасы, сұлу қыздың фатасы деп жауап. Амин, бақытты болайын. Ақсақал, өзіңізге деген. Жақсы, аман болыңыз. Бара ғой. Қабыл болсын, қабыл болсын. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалай? Жағдайыңыз жақсы. Шүкір Алла. Атамна жол жүріп бара жатырмын, бір бата беріңізші. Қолың жай, жол жүріп барасың ба? Ақсақал жолың болсын, қыдыр ата, кластасың, жолдасың болсын. Жеңіл барып ауыр қайт, табысты қайт, абыройлы бол. Амин болды. Болды, жолың ашық. Жақсы. Ой, жолың жасап кетпейсің ба? Бата сатылмайтын жер ата. Сатылмайды, бірақ енді ата бабаның келеткен жолы бар ғой шамалы. Еркенмен отырмай жерде. Ата қысқасы ақшам жоқ еді. Жоқ болса жолға қалай шығып барасың? Өй, сен жоқ деп. Жоқты көп айтатын болыңдар кейін кезде. Ал қолың жай жөнде бата берейін.
Ана жоқ дегендерге өмір жоқ болып жоғалып кетсін. Тоқтасаңшы. Налички жоқ. Налички жоқ деп отырмын да, налички. Карточкаде ғой ақша, карточка. Карточка болса салсай. Голдта бар ғой. Ой, айтыңызшы номерін. 8701. 8701. 338 71 10. Үсті әке. Ол кете бер. Ой, жұмытсыңдар,